Елордада ішкі істер органдарының жас қызметкерлері мен олардың тәлімгерлерінің республикалық слеті өтті. Іс-шараға өңірлерден келген жас сақшылар қатысты. Ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенанты Саденов мырза биылна 2024 жылды кадр әлеуетін арттыру жолы деп бекітті. Биыл осы 2024 жылы бір қатар үлкен іс-шаралар ұйымдастырылды. Әрбір қызметкерлер үшін жағдайлар жасалып жатыр. Мемлекет тарапынан үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр. Сапалы кадр, сапалы қызмет кепілі, жұмыс тиімділігін арттыру және жас қызметкерлерді қолдау мақсатында ведомство тәлімгерлік институтын қайта жандандырған болатын. Аға буын сақшылар жас мамандарға жөн сілтеп, кәсіби шыңдалуға көмектеседі. Бұл өз кезегінде жастарға қызмет қиындықтарына төзіп, қатарға тез сіңуге ықпал етеді. Полиция қатарында 12 жылдан астам қызмет етіп, 5 жас қызметкерге тәлімгер болдым. Олар қазіргі уақытта абыроймен қызмет атқарып, жоғары көрсеткіштерге қол жеткізуде. Әр жас қызметкердің жетістігі мен үшін өз жетістігім болып есептеледі.